Бүгін біз тамақ туралы сөйлесеміз. Тамақшу маңызды мәселе. Мұсылмандар Рамазанда тойып тамақ ішкеннен бүкіл сауаптардан құр қалып жатыр. Жейтін асымыз себепті. Біздер индиялықтар Рамазанның үстеліне арнап көптеген тағамдар сатып аламыз. Samosas, pakoras, kebabs, she kebabs, the round kebabs, the Қуырылған тамақтарды, түрлі пиццаларды, басқа да тамақтарды дайындаймыз. Осының бәрі дайын болып, ауызашар дастарханына жайылуы керек. Себебі біз Рамазанда ораза ұстадық. Тамақты көп жеу бұл мұсылмандар үшін өте жаман нәрсе. Егер сіз Рамазанда ораза ұстағанда, басқайларға қарағанда көбірек тамақ ішсеңіз, сіз толығымен оразаның пайдасын жоқ қылып жатырсыз. Пайдасын жойып жатырсыз. Неге? Себебі Рамазанның маңызды бөлігі. Ақиқатына келсек, өзімізді ретке келтіру. Біз өзімізді тамақ арқылы реттейміз. Егер де біз күндіз аш, Рамазанда күні бойы ас ішпей аш болып, тамаққа жоламасақ, кейін ақшамнан бастап ауыз бекіткенге дейін көптеп ас ішетін болсақ, біз көп тамақ ішетініміз соншалықты, келесі күні біздің қарнымыз мүлдем ашпайды. Күні бойы шөлдемейміз. Күні бойы тамақ қажет етпейсіз. Ораза ұстаудағы мақсатыңыз не болды сонда? Алла бізді аштықты сезінуімізді қалайды. Аздап болса да, өліп қаламын деп қорқасыз ба? Егер өліп қалатын болсаңыз, ауыз бекітпеңіз. Өміріңізге қауіпті болса, сізге жеңілдік бар. Ауыз бекітпей қойыңыз. Адамдар сүннет бойынша тамақты қалай ішу керек дейді. Сіз мынаған ой жүгіртіңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ең үлкен сүннеті, тамақ ішуден бұрын тұратын сүннеті аштықты сезіну. Ең үлкен сүннет аштықты сезіну. Осыдан кейін тамақ ішу сүннетін ойлаңыз. Ойдан алып отырған жоқпын. Хадистерге көз жүгіртіңіз. Ол кейде 3 күн, кейде 2 күн, кейде 1 күн бойы ас ішпеген. Кей күндері түскі ас ішсе, сол күндері кешкі ас ішпеген. Кейде тек кешкі ас қана ішкен. Нақты келген хадистер. Кешкі ас ішсе, келесі күні түскі ас ішпеген. Түскі ас ішкен күні кешкі ас ішпеген. Кей кездері осы 2 уақытта да ішкен. Анда-санда тамақтанған. Айша радиаллаху анха, толық 3 ай өтсе де, пешіміз тіпті пешімізден түтін шықпаған деген. 3 ай өткен. 2 толық ай бойы олардың тамақтары болмаған. Сонда жейтін астарың қандай деп сұрағанда анамыз, су мен құрма деген. Міне, осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті. Біріншіден, пайғамбарымыз көбінде аш жүрген, аздап тамақтанған. Ал біз өте көп тамақ ішеміз, және сәл ғана аш боламыз. Толығымен керісінше, кейін біз көптеп тамақтарды пісіріп, әсіресе ауыз ашарға дайындаламыз. Біз өзімізді өлтіріп жатырмыз. Сол тамақтың бәрі сізге зиян беретінін білесіз бе? Өте қиын. Таңғаларлық. Көпшілігіміз өте майлы әртүрлі тамақтарды жейміз. Адамдар, әй, Рамазан келіп қалды ғой. Машалла, Рамазан келді. Көптеп азық-түлік алайық. Жақсылап тамақ ішуіміз керек. Рамазанның соңына жетпей өліп қалмайық. Қорқама, қызық. Жеміс-жидек, тамақтар, десерттер, көкөністер, палау, қуырдақ, бауырсақтар, салаттар, балмұздақтар. Бұл тек бірінші раунд. Тарауықтан кейін екінші раунд. Ауыз бекітер уақыт үшінші раунд. Ауыз бекіткенге дейін көптеп шәй ішеміз. Сөйтіп аузы мұрныңызға дейін өзіңізді тамақпен толтырасыз. Сіз шаршап жүресіз. Өзіңізді шаршаңқы сезінесіз. Көп ғибадат істей алмайсыз. Тойып жеген астың қорытылуына уақыт керек. Тарауық кезінде ішім ауырып тұр, ауа жетпейді деп шағымданасыз. Әрине ішіңіз ауырады. Жұрт тіпті дәреттерін сақтай алмай жатады. Білесіздер ғой, иә, аузыңызға құсып келеді, иә, жел шыққысы келеді. Екеуінің бірі болады, солай емес пе? Сөйтіп дәрет бұзылады, тарауықта ішіңіз ауырады, түнде де қиналасыз. Сонда неге қол жеткізесіз? Күні бойы аш болдым деп кешке қарын тырысқанша тамақ ішесіз. Ал Алла бізді аштықты сезінуімізді қалайды. Егер сіз аш болсаңыз, сіз ояу боласыз. Егер ояу болсаңыз, ойыңызды Алламен байланыстыра аласыз. Осы себепті Алла бізге аш болуды бұйырды. Көп тамақ дайындамасаңыз, тамақ дайындауға кететін уақыт әлде қайда азаяды. Ауыз ашарға жейтін асты уайымдамайсыз. Енді сіз ояусыз. Зейніңіз жинақы. Енді Алланы зікір етіңіз. Енді Алланы ықыласпен зікір ете аласыз. Бұл өте маңызды.